Саламатсыз ба оқушылар? 9 үйірмесінің кезекті дайындығын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жүз санау әдістері. Енді тақтаға келсек, жүз санау дегеніміз 9 ойында қарсылас жағына құмалақ бермеу, өз жағына көп құмалақ қалдыру. Соның ішінде енді бұл жерде жүз санау, кім қайсы жақта жүз көп, соны санау әдісін. Мысалы, жүз санау дегеніміз 9-шы отауға дейін құмалақты жинау. Кімде жүз көп? Мысалы, жинаған кезде, мысалы, 9-шы отауға міне, мысалы, жерде неше жүз бар, мен санап шығайын. 1, 2, 3, 4, 500. 500 санау деп осыны айтады. 9-шы отауға жинау құмалақтарды. Енді мына қара жағында міне 1, 2, 3, 4, 500. Міне, осы жүздерді қарсыластардың қай жағында көп жүз, соны анықтау үшін әркім өзінің жүзін үнемдеп ойнайды. Сондықтан бірінші бүгін үйренетініміз жүз санаудың ең қарапайым, ең жеңіл жүз санаудың түрін қиғаш санау. Мысалы, қараңыздар. Мына жерде, мысалы, 7-ші отауда бізде 7-ші отауда бір құмалақ. Ал неше жүз береді? Мысалы, қиғаш қараймыз бұл жерде. Қиғаш қараймыз, оң жақтағы қарсылас жағындағы отауға қараймыз, реттік нөміріне. Бұл жерде екінші отау реттік нөмірі, яғни 200 береді. Қиғаш қараған кезде. Қарап тексеріп көрейік. 1, 200. Енді мынау 6-шы отаудағы бір құмалақ неше жүз береді? Тағы да қарап көрейік қиғаш. Қиғаш қараймыз мына қарсылас жағына. Отауға 3-ші отау, яғни 300 бар бізде. 1, 2, 3. Тағы да бір отауға көрейік. Мысалы, 4-ші отауда бір құмалақ жатыр. Қиғаш қараймыз қарсылас жағына отауына. 5-ші отау, яғни 500. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 2 немесе 3 бірден көп отауларда неше жүз бар, соның бәрін санасақ. Жаңа қиғаш санауды көрдік біз. Енді қарай. Мына жердегі 7-ші отаудағы бір құмалақ неше жүз береді? Қиғаш қараймыз. 2-ші отау 200. 200 береді. Мына жердегі 6-ші отаудағы бір құмалақ неше жүз береді? Қиғаш қараймыз. 3-ші отауға. 3-ші отау. Сонда мына жерде 200. 7-ші отаудағы бір құмалақ. 6-ші отаудағы бір құмалақ 300 береді. Екеуін қосамыз. Сонда 2-ге 3-ті қосамыз, 500. Тексеріп көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. 500. Енді егер осы қиғаш санау әдістері егер отауларда бір құмалақ, 2 құмалақ жатса, бұл ыңғайлы. Мысалы, мына жерде 5-ші отауда 2 құмалақ жатыр. Қиғаш қараймыз. 4-ші отауда 400. Бірақ бұл жерде 2 құмалақ. 4-ті көйтеміз 2-ге. 800. 2 құмалақ жатса деген отауда. Тексеріп көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді тағда 2 жерге не қояйық? Мына жерге қоймайық болса. Бірінші мұны алдағы 9-ға жақын отауды санап аламыз. Қиғаш қараймыз бұл жерде. 3 қиғаш 3-ші қарсыластың 3-ші отауы 300 береді. Бұл жерде бірақ бізде 2 құмалақ. 3-ті 2 көйтеміз, 600 береді. Енді мына жерге келеміз. Мына жерде бізде 3-ші отауда 2 құмалақ жатыр. Қиғаш қараймыз бұл жерге. Қиғаш қараған кезде бұл жерде бізде 6-шы отауға қарсыластың 6-шы отауы. Яғни 600. 6-ны 2-ге көйтеміз. 12. Неге десеңіздер 2 құмалақ.
6 да 6, 12. 12 жүз. Мына жерде біз 3-те 3, 600 дедік. Сонда 6-ға 12-ні қосамыз. 1800 тексеріп шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1800. Яғни 1200-ке біз қостық 600. Осындай ақшам санау әдістері. Бір-бірден қойып атсақ тағы. Да, бір-бірден жатыр. Барлық жүзді санауға, жаңағыдай ақшам санауға қалай ыңғайлы. Жерде мысалы 100 береді. 2, 3, 400 береді. 5, 6, 7, 8, 800 береді. Осының барлығын қосамыз. Әр отаудың санап аламыз да, барлығын қосамыз. Сол кезде жаңағы бүкіл жүзіміз шығады. Бір-бірден қиғаш санап. Мысалы. Бір-бірден. Егер екі-екіден болып жатса, онда жаңағыдай әр отаудағы жүзді екіге көбейтеміз. Сонда барлық жүздің санын санап шығуға болады. Не балалар, бүгінгі жүз санау әдістерінің бір әдісін көрсеттік, үйрендік. Келесі сабақта осы жүрісу әдістерінің ары қарай жалғастырамыз, шыңдаймыз, қайталаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.